Сәлеметсіздер ма? Менің аты-жөнім Алимжанова Арай Төлеген қызы. Мен Кәусар Інжу балабақшасының тәрбиешісімін. Балабақшадағы немесе мектепке дейінгі мекемедегі балаларды тәрбиелеу мен дамытуға бағытталған. Балаларды жылы жүзбен қарсы алып, олардың көңіл күйін бақылау. Балаларымыздың көңіл күйі жақсы болу үшін, денсаулығын жақсы болу үшін жаттығудан бастаймыз. Таңғы ас жеді, қызықты ойындар ойнайды. Балалар бақшамызда көп уақытын ойынмен өткізетіні белгілі. Ойын балалардың рухани нәрі. Баланың өмірдегі тануы, дамуы, рухани жетілуі еңбекке қатысты. Қазақтың ұлттық құндылығын дамыту мақсатында дәстүрден тыс оюлар түрлері іс-әрекетін ұйымдастыру. Мақсаты оюлардың түрлерімен танысу, эстетикалық талғамдары мен өнерге деген шеберлік ынта қабілеттерін арттырып, көркемдік пен әсемдікпен бояғандарына көз жеткізе отырып тәрбиелеу. Мынау қошқар мүйіз дейді. Оюымыздың аты қошқар мүйіз. Құрақ көрпеше тігу тәсілі. Мақсаты құрақ көрпеше тігу қазақ халқының ұлттық қолөнерінің бір түрі. Бұл өнер арқылы тұрмыстық бұйымдарды әсемдеумен қатар, артық қалған маталарды тиімді пайдалану, экологиялық тазалықты сақтау, мәдени мұра насихаттау мақсатында етіледі. Сонымен қатар бұл тәсіл эстетикалық талғамдарды дамытады. Жүн түту арқылы қол моторикасын дамытып, еңбекке деген қызығушылығын арттыру. Балалар, міне, қойымызды қырқып алдық, қырқып алдық. Оны түтті, қара, түттіп. Одан кейін барып сабайды екенбіз. Сабап, тазалап. Содан кейін қабып, салдық қой. Салады екенбіз да, соң тігеміз. Дұрыс айтасың, тігеді екенбіз. Міне, түрлі түсті көрпелеріміз дайын болады екенбіз. Ал біздің қойдың жүнінен не істейді? Мамалар, сендер аяқтарыңа нәски тоқиды екен, киім тоқиды, бастарыңа бас киім тоқиды екен. Арасын ашып былай түтеді екенбіз. Мынау балалар қараңдар, мынау ұршық деп аталады. Осы ұршыққа жүнімізді, түткен жүнімізді бұлай қолымызға салып аламыз да, иіреді екенбіз, иіріп, осыдан мамалары сіздерге қолғап, бас киім тоқып береді. Қараңдар балалар, өстіп иіреді екенбіз. Бүгінгі сабағымыз түсінікті ме сіздерге? Бүгін балалар қараңдаршы,
Мына көрпешенің атауын қалай атадық балалар? Күн, е? Мына көрпешенің қалай атадық? Қошқар мүйіз, е? Қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз. Балалар, біз жаңа мына көрпешенің ішіне қандай жүн салдық? Қойдың жүнін салды. Ең алғашқы не істедік қойды? Қойда қырқып алдық, ә? Терісінен қырқып алдық. Не істедік тағы да? Жудық, кептірдік, сүт сабадық, ә? Сабап. Даңи кептіріп, оны көрпешеге салдық. Міне, өсті осындай көрпеше дайын болды. Түсінікті ме балалар сендерге бүгінгі тақырып? Мына көрпешемізге қазір жүн сала саламыз. Сонымен дайын болады екен. Қандай көрпеше дедік? Қошқар мүйізді көрпешеміз, е? Ас адамның арқауы демекші, түскі тамақтарын ішкеннен кейінгі тәтті ұйқыға жатады.